Сәлем, қалайсыздар? Бүгін мен сіздермен психологияға қалай келдім, сол туралы өзімнің шынайы бір жолыммен, сонда болған историялармен бөліскім келеді. Сол үшін менімен бірге болыңыздар. Мен негізі осы соңғы 5 жыл көлемінде қазір психолог, психосоматолог ретінде жұмыс жасап келемін, бірақ оған дейін мен әкімшілік саласының қызметкері болғанмын. Сол кезде менде шамамен 4-5 жылдай аллергия мазалады. Қатты түшкіре берем, мұрным бітіп қалады, и ол барлық сезон бойынша болатын, белгілі бір уақытта ғана емес. Жұмыста кәдімгідей нафтизинсіз жүре алмаймын, неше түрлі спрейлерді сеуіп отырамын, сумкамда жүреді, үйде тұрады, и ұмытып кетсем, сразу аптекаға барып алып келмесем отыра алмайтын. Сондай аллергия болып жүретін. Плюс онымен қоса менің құлағым ауыратын. Сонымен аллергияға қатысты мен жаңағы врачқа барам, лорға барам, и маған промывание жасап береді, себетіндер береді, и өзі айтады, врач айтады, аллергияның енді емі жоқ, осылай бізге процедураға келіп тұрасыз, арасында қатты асқынып кеткен кезде, атак енді осылай жүресіз дейді. Сол кезде менде сұрақ туындады. Неужели қалай сонда мен енді өмір бойы осылай аллергиямен жүрем ба? Мен бұлай туылған жоқпын ғой деген мен өзімде сұрақ туындады ішімнен. Кішкене бір түсініспеушілік болып қалды. Сонымен жұмыста отырған кезде бір күні құрбым бір кітап жіберді. Сол мынаны оқып көрші, қызық екен деп. И жаңа кітапқа қарасам, сыртында психосоматика деп жазылып тұр екен. Бұл 2019 жылдың күзі, ноябрь, қателеспесем. И жаңағы кітап психосоматика деген нәрсені мен түсінген жоқпын, не нәрсе деп. Бірақ ішін ашып оқи бердім. Видеоның соңында мен осы кітапты сіздерге тегін бергім келеді, арнайы ссылкасын қалдырамын. Сонымен сіздер де ішінен көріп жұмыс жасай аласыздар. Енді осы кітаптың маған қалай көмектескенін айтайын. Осы ішін оқи берген кезде аллергияның психосоматикасын оқыдым, және менің кішкентай кезімнен құлағым ауыратын. Сол құлақ ауруының психосоматикасын оқыдым. Сонымен жаңағы жерде өзімнің былайша айтқанда состояниемді көре бастадым. Сөйтіп, жаңа кітапта арнайы 4 сұрақ берілген. Осы сұрақтарды өзіңе қой деген. И сол сұрақтармен жұмыста отырып, арасында бос уақытымда блокнотыма жазып жұмыс жасай бастадым. Жазып, сұрақтарға жауап берем. Именно аллергияға қатысты сұрақтарға мен байланыстырып отырып жауап бердім. Сол кезде сенесіздер ма, бір шамамен 4 күн, 1 аптаның ішінде аллергиям жоқ болып кетті. Басында өзім шок болдым. Как раз аяғым ауыр кез, шамамен бір 5 айлық сроктамын, и аллергиям жоқ болып кетті. Жаңа нафтизиндер керек болмай қалды, кәдімгідей түсінбей қалдым да. И кейін маған түсініп келді, оказывается, это работает деген. Сонымен дәл сол методты басқа таныстарыма бәріне ұсына бастадым. Кейін маған жаңағы құрбыларым келе бастады, именно аллергиясы бар. Даже осы нәрсені мен декретке шығып, келесі 20 жыл мен декретке шықтым. Сол кезде именно осы психосоматиканы көбірек тереңірек зерттей бастадым. Содан декретте енді үйдемін, қолым бос, уақытым көп. Содан өзімнің жақын құрбыларым, маған именно аллергиясы бар құрбыларым келе бастады. Даже бір чудо болды деп айтайын. Менікі 4-5 жыл аллергия мазалаған болса, 15 жыл бойы аллергиямен жүрген бір таныс құрбым келіп, сол біз екеуміз жаңа сұрақтарға жауап беріп отырып, примерно проработка, қазіргі сөзбен айтқанда терапия жасау арқылы оның да аллергиясы кетті. Аллахтың көмегімен деп айтайын, әрине ең бірінші, және осы кітаптың себепкерлігімен. Солай жаймен менің психосоматикаға жолым ашыла бастады. Қосымша менде ең үлкен мені мазалаған ауру, ол менің құлағым ауыратын кішкентай кезімнен. Сол құлағыма мен 2015 жылы операция жасаттым, студент кезімде Астанада. И сол операциядан кейін де құлағымның орны шаншып ауыратын. Бірақ врачқа келем, лорға, и лор айтады, операция сізде идеально жасалған, мен сізге ешқандай дәрі бере алмаймын дейді. И бұл нәрсенің де жауабын мен кейін өзіммен жұмыс жасап отырып, осы психосоматика арқылы себептерін таба алдым.
солармен жұмыс жасағаннан кейін жаңағы құлағымдағы шаншу кетті. Осылай психосоматиканың жолына түстім, ары қарай толық психологияны оқыдым. Қазіргі уақытта мен халықаралық институтты бітірдім, психология институтын. Ол жерде 1,5 жыл оқыдым, барлық мамандықтарды игердім. Өзім де тұрақты терапиядан өттім. Солай қазір клиенттермен тұрақты жұмыс жасап келемін. Сіздермен жалпы бүгін осындай қысқаша бір тарихыммен бөліскім келді. Енді жалпы алдағы уақытта мен сіздерге осы психология туралы, өзімнің өмірімде болып жатқан ситуациялардан, проблема деп есептейтін ситуациялардан қалай шығамын, сол туралы сіздермен бөліскім келеді. Егер сіздерге қызықты болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, және сіздерді не мазалап жүр, немесе қандай тақырыптар сіздерді қызықтырады, сол туралы жазсаңыздар, мен алдағы уақытта міндетті түрде бөлісетін боламын. Каналыма жазылып қойыңыз. Көп рахмет. Келесі кездескенше.